Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз үй жағдайындағы пряники дайындаймыз. Оған бізге бір жұмыртқаның сарысы. Енді осыны араластырып аламыз. Жүз елу грамм қант. Енді 2 грамм тұз қосамыз. 5 грамм ванилин. 3 грамм сода пищевая. Сүт 250 грамм. 10 грамм разрыхлитель, онымен араластырамыз. 450 грамм ұн. 450 грамм ұнға 10 грамм разрыхлительді араластырамыз. Енді ұн мен разрыхлительді мынау растворға қосамыз. Енді 30 мл сұйық май қосамыз. Міне тестамыз жаңағы істегенде кішкене сұйықтау болса, ұнды тағы да араластырып, осындай мягкий тесто істейсіздер. Міне осындай тесто. Енді ол бір жарты сағат демалып тұру керек. Оған сосын духовкаға пісіреміз. Енді пряниктің глазурын дайындаймыз. Бетіне жағатын. Оған жұмыртқаның ағы, бір жұмыртқаның ағын саласыздар. Сосын не саласыздар? Қант саласыздар. Бір жұмыртқаның ағына 75 грамм қант қосамыз. Жаңағы тестамыз жарты сағат тұрды. Енді осылай кішкене ысытып береміз. Осылай қатайтаймыз. Мен осылай қатайтып алдық. Енді мынандай өз үйіңізде қандай форма сізге ыңғайлы, сол формамен араластай бересіздер. 180 градуста духовкаға қоямыз. Жарты сағат тұрды, кішкене көтерілді. Міне пряникіміз пісті. Енді осыған бір жұмыртқаның ағын мен қантты араластырып үстіне құямыз. Жаңағы бір жұмыртқаның ағы мен 75 грамм қантты араластырып, енді осының ыстық қалпында осының үстіне құямыз. Сонда міне пряник көрдіңіз бе? Астарыңыз дәмді болсын. Міне пряникіміз біздің дайын. Подписка жасап, лайк басып кетіңіздер.